Abdurasул Abzal'ın Bayterik maqsadından tarbiyasi Botagoz Abdi. Bugun biz havo turali qiziqli tajribalar jasayotgan bo'lamiz. Tajriba jasamas burun qiziqli direklerge şolu jasayıq. Adam күніне 20 килограмм ауа жұтады. Ал 22 мың рет тыныс алады екен абзал. Ең таза ел ол Швейцарияда. Сен осы айтып отырған ауаны көрдің бе абзал? Жоқ, мен оның бар екенін дәлелдеу бар. Міне. Жел ұшты, е? Жарайсың. Дұрыс айтасың абзал. Мен де ауаның бар екенін сездім. Ал біздер адамдарда ауа бар ма? Білесің бе абзал? Жоқ. Оны тәжірибе арқылы жасап көрейік. Жасап. Абзал тәжірибе арқылы ауаның бар екенін көре аламыз. Ол үшін шыны стақанға су құйып не істейміз? Үрлейміз. Көрмеші? Көрдің бе? Көпшіктер қайдан шығып жатыр? Ол бізден шығып жатыр. Үрлеген кезде ауа жоғары көтеріледі, ол судан жеңіл. Ал енді абзал екінші тәжірибемізге көшейік. Ол үшін стақан аламыз, шыны стақан аламыз, ыдыс аламыз. Көрдіңіз, стақан бос, іші. Сен қағазды алып умажда. Koyamız. Şimdi yapalım. Kağıt batmadı. Şimdi alıp koşun. Kağıdı. Kağıt kupkurgak ya. Baykadın mı? Bu neliktен kupkurgak? Bu stakanın içinde hava kabardı болды. Сол үшін kağızdı su bulmadı. Şimdi kelesi tecrübemiz. Su құйып, мандаринді саламыз. Қандай мандарин? Біреуі ашылған мандарин, біреуі ашылмаған. Көрдің бе? Батып кетті. Ашылмаған мандарин батпады. Бұл ашылмаған мандаринде ауа қабаты бар деген. Ал енді абзал мен саған тәжірибе көрсетейін. Біздің зертханалық жұмысымыздың аты деп аталады. Бұл саған ұнайды деп ойлаймын. Түтікше аламыз. Бос шыны аламыз. Бұны кесеміз қайшымен. Кесемізде шыны деп саламыз. Құйып болған соң, абзал сені шығарды үрлеп. Көрдіңіз? Антан болды әне. Шар серпінді болғандықтан шардың жіберген ауа қысымы суды итерді. Саған ұнады ма абзал? Иә. Осы фонтан тәжірибесі. Достар, ауаны таза ұстайық.